Саламатсыздар ма? Біз осы сабақта сал-күрең күйінің негізгі бөлімін үйренетін боламыз. Алдыңғы сабағымызда біз бас бөлімін үйренген болатынбыз. Қайталап, есімізге түсірейік. Екінші нүктеге бас бармағымызды қоямыз. Төртінші саусағымызды ре нотасына қоямыз. Кеттік. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Біз осылай бас бөлімімізді үйренген болатынбыз. Ендігі осы сабақта негізгі бөлімнен бастаймыз. Бас бармағымызды екінші нүктеге қоямыз. Міне осылай бірінші саусағымызды орналастырамыз. Екінші нүктенің алдындағы пернеге. Қос саусақтап 1, 2, 3 деп қос саусақтап жылжитын боламыз. Міне 1, 2, екінші пернені өзін басамыз. 3 дегенде үшінші нүктеге қос саусақтап ұстайтын боламыз. Міне 1, 2, 3 кеттік. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 дегенде, міне, төртінші нүктенің алдындағы пернені басып ілеміз. 1, 2, 3 деп, төртінші саусағымызды қойып іліп тартамыз. 1, 2, 3. Қайтадан қос саусақтап түсеміз. Негізгі бөлім осылай басталады. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Қайтадан 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Міне 1, 2, 3 дегенде 1, 2 дегенде реге барамыз. Қайтадан 3 дегенде төртінші саусақпен басамыз. Қайтадан түсеміз. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ілеміз. 1, 2, 3. Міне 1, 2 реге барамыз. 3 деп қайтадан төртінші саусақпен басатын боламыз. Қайтадан пысықтап аламыз. 1, 2, 3. Қос саусақ арқылы жылжимыз. Міне осылай ақырын жылжимыз. Саусақтарымызды шашыратпаймыз. Былай тұруға болмайды. Ол қате. Осылай дұрыстап ұстаймыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Келесі. Міне, төртінші нүктенің астыңғы жағына қарай жылжытамыз. Бас бармағымыз үшінші нүктеде тұрады, ал төртінші саусағымыз төртінші нүктені басып тұрады астыңғы шекте. 1, 2, 3. Міне 1, 2 ілеміз. 3 қағыз қайтадан. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Тізбектеп жоғары қарай шығамыз. 1, 2, төртінші саусақты жылжыту арқылы 3, 1, 2, 3. Қайтадан негізгі бөліміміздің пысықтаймыз. 1, 2, 3. Қос саусақпен жылжимыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Мені 1, 2, 3, 1, 2 ілеміз. 3, 1, 2, 3. Жылжимыз төртінші нүктеге төртінші саусақпен. Ал бас бармағымыз тұрады. 1, 2, 3,
тізбектеп шығамыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Міне, біз осы сабағымызда негізгі бөлімінің жартысын ғана үйренетін боламыз. Сіздерге үйге тапсырма. Осы бас бөлім мен негізгі бөлімді бірге қосып жаттаймыз. Сау болыңыздар.